Бізде бірінші болып бастайтын қорқынышты құбыжық бұл Бабадук. Бұны бәріңіз білетін боларсыздар. Ол тек қана өзін білетін адамдарға ғана тиіседі және адамдарды үреймен қатты қинағанды жақсы көреді. Bir қызығы оның кім екені белгісіз, шайтан немесе елес, ешкім білмейді. Бұл кейіпкер 20 ғасырда пайда болған екен. Жақын арада тыныштық орын алады дейді. Сосын арада бір ай өткеннен соң Бабадукпен ойнаған көрші балалар біртінде өле береді. Күндер өтіп, Бабадук анасына сиқыр жасаймын деп өлтіріп алады. Бұны көрген әкесі баласын қатты қылғындырып өлтірмек болғанда, Бабадук мен жай ғана көңіл көтергім келді деп айтады. Сосын әрине әкесі одан сайын ашуланып оны өлтіріп тастайды. Әкесі оны ағып жатқан арыққа тастап жібереді. Арада жылдар өтеді. Күндердің бірінде әкесінің үйіне келіп, есікті 3 рет Бабадук деп соғады. Әкесі есікті ашқанда ешкім болмайды. Осылай осы жағдай бір апта бойы қайталана береді. Соңғы 7-ші күні әкесі онымен кім әзілдесіп жүргенін білгісі келіп, оны ұстауға дайын болады. Есікті соққан кезде әкесі дереу түрде есікті ашып қалады. Бірақ сонда да ешкім болмайды. Тек Бабадук деген кітаптан басқа. Солай осы жағдай бір ай бойы қайталана береді. Содан соң әкесі есінен адасып, өзіне қол жұмсайды. Келесі кезекте бұл Астрал фильміндегі Қызыл шайтан есімді кейіпкер. Оны ешкім жеңіп көрмеген екен. Ол астрал әлемінде өмір сүреді. Ол өзіне театрға арналған қуыршақтар мен бетперделерді жасағанды жақсы көреді. Көбісі оны бұрын адам болған кезінде театрда жұмыс істеген деп ойлайды. Оның қасиеттері туралы айтып кетсек, өте көп десек те болады. Ол бір жерден екінші жерге телепортация жасай алады. Қабырғадан қабырғаға өтіп кете алады және адамдарды ойымен басқарады екен. Келесі кейіпкер бұл кішкентай балалардың жанын алып кететін шайтан Багул. Алғаш Синистер фильмінде пайда болған, балалардың жанын алып басқара алады және баланы өз отбасын өлтіруге итермелейді. Багулдың көзі және аузы жоқ, қап-қара шаштары бар. Bir қызығы ол фильмде ешкімді өлтірмеген, барлық өлімді жасаған балалар екен. Бала отбасын өлтіріп болғаннан соң, Багул оның жанын өзіне алып алады. Ал бала бірнеше өліп, өз отбасын өлтірген балалардың қатарына қосылады.